Сәлем достар, БЖВ-ның бірінші нұсқасында бұрыс бөлшектері таңдап алыңыз дейді. Бізде 9-дан 56, 23-тен 23, 33-тен 84 және 19-дан 19 жатады. Екінші есепте аралас сан түрінде жазыңыз дейді. Жаяу адам 3 сағатта болса, Т тең 3 сағатқа болады. С тең 20 километр деп аламыз. Жаяу адамның жылдамдығын табуымыз керек. Жылдамдық бізде В деп белгіленеді. Формуласы S бөлінген Т. S-тің орнына 20-ны береміз. Т-ның орнына 3-ті қоямыз. 20-ны 3-ке бөлгенде 6,3-тен 2 аралас саны шығады. Үшінші есепте теңдік тура болатындай етіп МНПК әріптердің орнына қандай сандарды жазу керек? Бізде 10-нан 18 бөлімін бізде 2-ге қысқартқан, демек алымын да бөлімін 2-ге бөлеміз. Тең бөлімі 5 шыққан, 18-ді 2-ге бөлгенде 9 болады. Сонда М-ның орнына 9-ды жазамыз. Екінші есепте 10-нан 18 бізде толықтауыш көбейткіш берген екен. 10-ды біз 4-ке көбейткенде 40 аламыз, демек алымында 4-ке көбейтеміз. 18-ді 4-ке көбейтсек, N-ның орнына 72-ні жазамыз. Үшінші есепте 10-нан 18 бізде 2-ге қысқартқан екен, өйткені алымы 9 болып тұр. Бөлімді 2-ге бөлеміз. Сонда пидің орнына 5-ті жазамыз. Төртінші есепте 10-нан 18 алымы 36 болып тұр, демек толықтауыш көбейткіш берген. Алымында бөлімінде 2-ге көбейтеміз. Сол кезде алымы 36 шығады. Ал бөлімі 20 шығады. Енді жауабын жазсақ, М тең 9-ға, N тең 72-ге, Пи тең 5-ге, К тең 20-ға болды. Енді соңғы есеп, төртінші есеп, координаталық сәулеге саламыз. 6-дан 1-дің өзін жазып алайық. 1,6-дан 1. Барлық бөлімін 6-ға келтіруіміз керек. 3-тен 2-ні толықтауыш көбейткіші 2-ден береміз. Сонда 6-дан 4 жай бөлшегі шығады. 6-дан 6 бізде 1-ді береді. 6-дан 5 жазамыз. 3-тен 5-ке толықтауыш көбейткіш 2-ні береміз. Сонда 6-дан 10 бөлшегі шығады. Оны аралас санға келтіргенде 1,6-дан 4 аралас саны шығады. Ең координаталық сәуледе 0-ден 1-ге дейін, демек 6 бөлікке бөлеміз. Алтыдан 1 дегеніміз 1,6-дан 1, 1,нен асады. 6-дан 4-міз 0-ден кейін 4 рет санаймыз. 1 дегеніміз 6-дан 6 жәнегі. 6-дан 5 0-ден кейін 5 рет санаймыз. 1,6-дан 4, 1,нен кейін 4 рет санаймыз. Сонда 1,6-дан 4-ті жазып аламыз. Ары қарай екінші нұсқаны қарастырамыз. Бірінші есебінде бұрыс бөлшектерді теріп жазамыз. Бұрыс бөлшек алымы бөлімнен үлкен немесе тең болу керек. Сонда 7-ден 76, 12-ден 12, 22-ден 94 және 34-тен 34 жай бөлшектері жатады. Екінші есебінде бізде аралас сан түрінде жазыңдар дейді. Уақыт берілген,
4 сағатқа тең. S тең жүрілген жол 25 километр. Бізде табуымыз керек жылдамдықты V деп аламыз. Бізде V-ның формуласы S бөлінген T, S-тің орнына 25-ті қоямыз. T-ның орнына 4-ті қоямыз. 25 4-ке бөлгенде 6,4 километр сағат аралас саны шығады. Ары қарай үшінші есепте MNPK әріптерінің орнына қандай сандарды жазу керек дейді. 8-ден 14 бізде бөлімі 2-ге бөлінген, демек алымында 2-ге бөлеміз. Бөлімі 4, алымы 7 шығады. Сонда M-нің орнына 7-ні қойыппыз. 8-ден 14 бізде бөлімі 40 шығып тұр, демек толықтауыш көбейткіші 5-ке тең болып тұр. Тең. Сонда 14-ті 5-ке көбейткенде N-нің орнына 70 саны түседі екен. Үшіншісінде 8-ден 14-тен кейін бізде алымы 7 шыққан, демек 2-ге қысқартамыз жай бөлшекті. Алымы 7, бөлімі 4. Пидің орнына 4-ті жазамыз сонда. Төртінші бізде 8-ден 14, 14-ті 2-ге көбейткенде 28 аламыз, толықтауыш көбейткіші 2 болады. Сонда 8 жерде 2 бөлімі 16. К-ның орнына 16-ны жазып аламыз. Жауабын жазсақ, M тең 7-ге, N тең 70-ке, Пи тең 4-ке, К тең 16-ға болады. Төртінші есепте бізде 8-ден 1 болғаннан кейін барлығын 8 бөлікке бөлеміз. 8-ден 1, 0-ден кейін 1 бірлік жылжимыз. 1,8-ден 1 болса, 1-ден кейін 4-тен 2-ні ортақ бөлімге 8-ге келтіреміз. 2-ден берсек, 8-ден 4 болады. Сегізден 8-іміз бізде алым мен бөлімі 1-ді береді. 8-ден 5, 4-ден 6 бізде келтіреміз. 2-ден береміз. Сонда 1,8-ден 4 болады. Міне осылай координаталық сәуледе кескіндейміз.